Келесі сұрақ, Анна ханым. Қарызға кіріп кете беремін, табысымның берекесі жоқ, бүкіл банкке қарызбын дейді. Бұның шешімі қандай? Біріншіден, бұны сұрап тұрған адам өзінің жауапкершілігін өзінің иығына мойнына алмай тұр ғой. Мен қарызға кіріп кете беремін. Сізді біреу зорлап автоматпен апарып жатқан жоқ шығар. Сондықтан бірінші сұрақ, неге өзіңіз бара бересіз, неге өзіңіз ала бересіз? Бұл көрдіңіз бе, эмоциялық қандай сізге параллель келтірсем екен? Мысалы, мен осырып қоям. Енді көтенің сіздікі болса, сфинктерді неге өзіңіз жаппайсыз мына жерде? Жалынып тұрсыз, өзіңізге өзіңіз өкпелеп тұрсыз ба? Сонда көп нәрсе сізден. Ал енді шындығына ар жағына терең кететін болса, бұнда бұл әрине сіздің балалық кезіңіз. Мүмкін сізден кейінгі ініңіз, сіңліңіз, сол бір жас, бір жарым, екіге жетпей туылған шығар. Сол кезде сіздің психоэмоциялық дамуыңыз тоқтап қалды. Сондықтан ана эмоциялық сфинктерді жаба алмайсыз, сондықтан қарызға кіріп кете бересіз. Құрметтім, егер де сен де осындай сұрақтар жаныңды жегідей жеп мазалап жүрген болса, 30 жылдық тәжірибесі бар, дипломы бар психолог маман Анна ханымның Ыстықкөлде өткелі жатқан тренингіне қатысуға шақырамыз. Бұл жерден сен өмірлік сұрақтарыңа жауап алып, жаның жай тауып, жаңа өмір бастап қайтатыныңа сенімім мол. Толық ақпарат профильде.